Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Жапон мәдениеті әлемдегі ең бай мәдениеттердің бірі. Ол өзіндік тереңдігімен және ерекшелігімен дараланады. Бүгін біз жапон халқының аузынан шыққан дана сөздерін және тәрбиелік маңызы бар нақыл сөздерін ұсынамыз. Жапон халқының даналығы олардың нақыл сөздері мен мақал-мәтелдерінен байқалады. Олай болса, көп созбай бастайық. Бірақ алдымен қадірменді тыңдарман біздің каналымызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Дайын болсаңыз, бастайық. Егер проблеманы шешу мүмкін болса, онда оны уайымдамауға да болады. Ал егер оны шешу мүмкін болмаса, онда оны уайымдағаннан пайда жоқ. Кетем дегенді ұстама, келем дегенді қума. Майда өзендерден тіксінбегендігімен теңіз ұлы. Шарап ішетіндер оның зиянын білмейді, ішпейтіндер оның пайдасын білмейді. Уайым қайғы жыртылған көйлек, онымен сыртқа шықпау керек. Жатқандар ғана сүрінбейді. Бір жылы сөз 3 қысқа жылылық бола алады. Ақымақтар мен есерсоқтарға жол бер. Тез деген жай деген сөз, бірақ тоқтам болмауы керек. Күн адал мен арамды таңдамай, бәріне ортақ жылу сыйлайды. Біреуден күдіктенбес бұрын, оны алдымен 7 рет сынап ал. Қолыңнан келгеннің бәрін жаса, ал қалғанын тағдырдың еншісіне қалдыр. Жеңіс қарсыласына қарағанда 1,5 сағатқа шыдай алатын адамға ғана бұйырады. Күліп тұрған адамға ешкім тапанша тақай алмайды. Нағыз құмыра нашар шебердің қолынан шықпайды. 3 жаста жаның қандай болса, 100 жаста да сол күйі болады. Егін піссе, басын төмен түсіреді. Адам байыса, басын жоғары көтереді. Сұрасаң 1 минут ұяласың, сұрамасаң өмір бойы ұятқа қалып жүресің. Ерлі зайыптыларға күйеуі және әйелі болу ғана аздық етеді. Кейін жан жақтан іздемес үшін олар бір-біріне дос әрі көңілдесте болуы керек. Қайғы келсе өзіңе арқа сүйе. Бір генерал табудан 10 әскер табу оңайырақ. Конфуцийдің да үнемі жолы бола бермеген. Кез келген әйел қараңғыда, алыстан және қол шатырдың астында әдемі болып көрінеді. Тойласаң бәрі келеді, қайғырсаң жақының ғана келеді. Біреудің жақсылығын да ренжіткеніндей ұзақ ұмытпа. Жалаңаш адам ештеңе жоғалтпайды. Ойладың ба, істе, істедің бе, ойланба. Кеткенді ұстама, келетіннен қателесіп қалма. Жақсының жауы болған жақсы, жаманның досы болғанша. Қарапайымдылық ұлы адамға тән. Жоғарыға көтерілгісі келетін адам баспалдақ ойлап табады. Күйеуі мен әйелі қол мен көз тәрізді болуы керек. Қол ауырса көз жылайды, көз жыласа қол жасын сүртеді. Алыс сапарда жақын жолдан басталады. Әдемі гүлдер жеміс әкелмейді. Күлкі шыққан үйге бақыт келеді. Күлімдеген жүзге ауыр сөз айтуға болмайды. Суық шай мен суық күрішке шыдауға болады. Суық көзқарас пен суық сөз шыдау қиын. Қалаған қыз қабырғадан өтеді. Сұрау 1 минуттық ұят, ал білмеу өмірдің соңына дейін ұят. Терең өзендер дыбыссыз ағады.
Егер басыңыздағы қиындықтарды шешуге мүмкіндік бар болса, онда көп уайымдаудың қажеті жоқ. Ал шешілмесе, уайымдаудың өзі артық. Жолға шыққанды ұстама, келген жанды кет деп қыстама. Жаман жолдас болғанша, жақсы адамның қасы болған артық. Кім биікке көтерілгісі келсе, сол саты ойлап табады. Қылыш өміріңізде бір-ақ рет керек болса да, өмір бақи асынып жүрген абзал. Қайғы жыртылған киім секілді, оны үйге тастаған жөн.